Көп адам армандарынан бас тартады. Өйткені олардың санасында жалғыз ғана кедергі бар. Ол уақыт деп аталады. Енді бәрі кеш. Мен тым қартайдым. Қазір бастасам да нәтиже шықпайды. Бірақ бұл жалған ойлар. Жаңа нәрсе үйрену үшін, өзіңді дамыту үшін, өміріңді өзгерту үшін ешқашан кеш емес. Мәселен, полковник Сандерс 65 жасында KFC-ді құрды. Морган Фриман болса 50-ден асқанда танымал болды. Рэй Крок Макдональдсты 52 жасында дамытты. Олардың ортақ қасиеті не? Олар ешқашан кеш деп ойлаған жоқ. Ал сіздің сәтіңіз қашан келеді? Жауабы дәл қазір. Уақыт ең үлкен мүмкіндік. Көп адамдар күтуге дағдыланған. Олар ертең бастаймын, келесі апта, жаңа жылдан кейін деп жүре береді. Бірақ айтыңызшы, осы уақытқа дейін қанша рет кейінге қалдырдыңыз? Сізде тек бүгін бар. Бүгін істемесеңіз, ертең де жасамайсыз. Ең мықты сәт дәл қазір. Бастау үшін сізге арнайы жағдай керек емес. Мінсіз уақытта болмайды. Тек бірінші қадамды жасау керек. Бүгіннен бастау үшін мына 3 қадамды қолданып көріңіз. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен не қалаймын? Шынайы арманыңызды анықтаңыз. Бір кездері сізді шабыттандырған нәрсені еске түсіріңіз. Екінші, бір кішкентай қадам жасаңыз. Егер спортпен айналысқыңыз келсе, бүгін 10 минут жаттығу жасаңыз. Егер кітап жазғыңыз келсе, бүгін алғашқы бетіңізді жазыңыз. Егер бизнес ашқыңыз келсе, бүгін идеяңызды қағазға түсіріңіз. Үшінші, өзіңізге уәде беріңіз. Мен ертең емес, бүгін бастаймын. Мен мүмкіндіктерді күтпеймін, өзім жасаймын. Мен ешқашан кеш қалмаймын. Содан соң өзіңізге сеніңіз. Егер сізге біреу сенен ештеңе шықпайды десе, сенбеңіз. Сенің жасың өтті десе, сенбеңіз. Енді кеш десе, сенбеңіз. Сіздің мүмкіндігіңіз әлі де бар. Бірде-бір арманыңыз кеш емес. Ең бастысы әрекет ету. Егер сізге белгі керек болса, міне осы белгі сіздің нағыз іздеген белгіңіз. Бүгінгі шешіміңіз ертеңгі болашағыңызды жасайды. Бәрі кеш деп ойлайтын сізге мен мына нәрсені айтамын. Бүгін барлығын бастаңыз. Кеш емес, ешқашан кеш болмайды. Тек алға. Видео ұнаса арнаға жазылып, осы видеоны достарыңызға таратыңыз.